Ал, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін мен достарыма бір-екі сұрақ қойсам ба дедім. Сөйтсем достар. Бірінші, Шиго досыма өмірдің мәні туралы қалай түсінесің жалпы? Өмірдің мәні менің ойымша уақыт таза айтылғанда. Айтылады ғой. Жастықтың, уақыттың бәрін сұрау болады деп. Менің ойымша өмірдің мәні уақыт. Дер кезінде бағалау, дер кезінде сезіну, дер кезінде ұғыну, бәрі уақытқа келіп тіреледі ғой. Өмірдің мәні сол деп ойлаймын. Ал, Әуесханова Самал. Мен үшін өмірдің мәні Шикодан кейін мән таба алмай қалдым. Мәнсіз екен өміріңіз. Өмірдің мәні. Жігіттер, кеттік алты мақан ойнайық. Қумаш. Нақтысын айтсай, Самал. Өмірдің мәні мен үшін ашық ойыңды айтсай. Өмірдің мәні. Әдебиетте сақпеттік мәйдады. Екі сөзің басыңға соны. Өмірдің мәні білмесең, не аяушым етеді. Өмірдің мәні. Менің жеке түсінген ойым сол, уақыт. Сенің ойыңда не? Өз ойыңды айтсай, ашық білдір. Өйткені бәрінде банальный жауап. Ата-ана, бауыр, андай-мындай. Ол бәрінде өмірдің мәні сол. Өзіңнің ойыңды айтсай. Өле, қызық екенсіздер сіздер, сұрақ қоятындар. Өміріңіз біз, көтіңіз қысып өтіп. Айван! Видео түсіріп жатырмын ғой. Что там, Самал? Мен адамша жауап бердім. Оны сен несіне қиналып отырсың, түсінбедім мен. Мен өмірдің мәнін ойланбаппын. Ал, тәуекел енді. Дальше екінші сұраққа өшейік. Айван, жынды ма? Өмірде бір жақсы есте қалған бір оқиға. Әдемі есте қалған, бірден еске түсетін бақытты оқиға. Қандай? Қайда? Мен есімде қалған бір оқиға бар. Екінші класста ма екен, үшінші класста ма екен. Мен андай бір төтеннен бір қатты ауырдым. Ито мен бауырларымнан, ата-анамнан алып кетіп емдеді, короче. Сөйттім да 2,5 айдан кейін ба. Ешқандай туысқан өзі телефон ештеңе жоқ қой. WhatsApp ештеңе жоқ. Сол кезде 2 айдан кейін мамамды алыстан көргем. Ол кезде ұят қой жаңағыдай ата әжесінің қолында өседі деген. Мамалар қатты жақындамайтын еді ғой. Сол кезде бірінші атам мен әжем құшақтаған кезде мамамды алыстан көріп қуанғам. Есіме түсетін сол нәрсе. Ал, Әуесханова Самал. Сен не дейсің бұл жөнінде? Менің қызықты оқиғам ба? Қызықты есіңе түсетін. Ол кезде біз этажда тұрамыз. Енді этажы қостай ғана, кішкентай ғана, аядай. Сол жерден өзіміздің бір бөлмеде, өзі 2-ақ бөлме, 3-ақ бөлме, қателеспесем. Сол этаждың бір қосында бір пештің жанында бір сестренкам, үшеуміз жататын жер бар. Сонымен үшеуміз анау таңертең мен бір суық суға келеді. Ана екеу ау дейді. Сонымен түнімен соны айтып, сонымен жыртың енді папа келіп, әбден ұрыс естігенім есімде. Бірақ мен ойлаймын енді, ол кезде біз кішкентаймыз, баламыз мысалға. Нағыз кішкентай ғана жерде бәріміз бірге шоғырланып, отбасылық жаңағы айтсам болады, отбасылық бақытты, отбасылық құндылықты. Енді жүрегімде қалған жер сол болып тұр, қатты енді. Дәл осы тұрғыда бәріне сұрақты қойады, сұрақты өзіңе қойыншы. Сен осы уақытқа дейін бір адаммен кездесесің, бірақ 2-ақ минут десе, кім таңдайсың? Тірі жүргендерден өзіңе бірақ ойды сұрайтын 2-ақ минут береді, кім таңдар едің? Дәл осы сұрақты маған біреу қойды. Соған сен жауап берші. Тірі жүргендерден? Тірі жүргендерден 2-ақ минут бірақ сұрақ қоясың десе, кім таңдар едің? Бір сұрақ. Так, кім таңдаймыз? Ойлану керек қой бұған. Самал, кім таңдайсың айтшы? Лақтырмай, өзің жауап бересің. Сен жұртқа жауап лақтырмасың, өзің жауап бермесің. Өзім Сен кітап оқып жүрген адамдар айналайындар. тірі жүргендерден кімді айтсақ болады? Тірі жүргендерге сұрақты қазірде қоя беруге болады ғой, ал көбінесе сұрақ өмірден кеткендерге ғой. Тірі жүргендерге қоя береміз ғой. Сен қалай сол үшін есоңықтан жауап бере алмадым. Білімдегі жетті жұртқа лақтырмаңдар. Жарайды. Жоқтардан ше? Жоқтардан.
Қандай сұрақ екенін айту керек болған? Жоқ, айтпай қой. Просто екі ақ мен, бірақ сұрақ. Кім таңдайсың? Өзім анамды, туған анамды. Сен ше Самал? Әжемді. Сен ше, өзіңше? Мен әкем таңдар. Так, мен соңғы сұрақ осымен аяқтайық. Тікелей эфирімізді. Сандырақ эфирімізді. Адамның бойындағы өзің бағалайтын бір жақсы қасиет, адам бойында ең жақсы бағалайтын қасиет. Мен оқушылардан да соны талап етемін. Барлық адамның сол бойында болғанын қалаймын. Адамгершілік болды, басқа ештеңе емес. Менде шынайылық. Адам шынайы болса адал болады, алдамайды, тура жүреді. 200 болса алдайды, адамгершіліктен жұрдай болады. Ең бас шынайылық керек бәріне болды. Өте әдемі жауаптар. Шынайылық пен тұрақтылық почти егіз ғой, синоним. Жақсы ағайын.